Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерге осындай декордың жасалу жолын көрсететін боламын. Футболка, свитшот, толстовкаларға әдемі сән беріп тұрады. Мен футболка тігетін боламын, сол үшін футболкамның алдыңғы бойын алып, және алдын ала осындай қағазға жүрек пішіндес фигураны қиып дайындап алдым. Бізге екінші мата осындай басқа цветте керек болады. Үйдегі бар қалдық маталарды пайдалансаңыздар да болады. Осындай кішкентай кусогын алып, осы центріне қоямыз, яғни біздің фигурамыз қай жерде тұрады, декорымыз сол жерге осылай қойып аламыз. Бұйымның теріс бетінен осылай орналастырамыз және инемен түйрелеп аламыз. Айналасын бормен немесе мен сияқты матаға арналған фломастермен бастырып сызып шығасыздар. Жақсылап сызып алғаннан кейін қағазымызды алып тастаймыз. Енді осы екі мата қозғалып кетпесі үшін инемен жан-жағынан жақсылап түйрелеп аламыз. Содан кейін осы сызған фигурамызды айналдырып, машинкада түзеу тігіспен тігіп шығатын боламыз. Мен машинкамның инесін арнайы трикотажға арналған инеге ауыстырдым. Осылай теріс бетінен тіккеннен кейін, екінші қайтара оң бетінен де тігіп шықтым. Міндетті түрде артық жіптерін қиып тазалап отыруды ұмытпаңыз. Енді осы фигурамыздың ішін 1 сантиметр аралықты қалдырып отыра, түзеу сызықтармен осылай сызып шығамыз. Артындағы осы матамның артық жерлерін қиып алып тастайтын боламын. Ол үшін тігіске қатты жақындатпай, абайлап, осы қайшымен қиып, бізге керек емес жерлерін қиып тастаймыз. Теріс беті осындай, алдыңғы беті бізде осындай болады. Өте әдемі көрінеді. Қазір осы сызған жерімізден түзеу тігіспен машинкада тігіп шығатын боламыз. Манағы сызған сызықтың үстінен басында және соңында закрепка беріп, осындай түзеу сызықтармен тігіп шығамыз. Екі тігістің орталығын осылай аралығын түзеу етіп қайшымен қиып аламыз. Басында осындай чепчикпен тесіп, содан кейін қайшымен қиып алсаңыз, оңай қиылады. Осындай әдемі декор пайда болды. Худи, толстовка, футболка тігіп жатсаңыздар, міндетті түрде осындай декорды тігіп көріңіздер. Бұйымдарыңыз өте әдемі көрінеді. Мұндай декорлар киімге бір ерекше сән беріп тұрады. Осындай пайдалы видеолар үшін міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз, және осы видеоны жақындарыңызбен, таныстарыңызбен бөліссеңіз болады.